Сіздерге гранит ұнынан кек, специально кекске арналған разлихитель, яғни безглютеновый сосын дән, чемішкенің дәні, қант, 3 жұмыртқадан жасалатын кексті көрсетемін. Яғни гранит ұнынан жасалатын кекс. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Міне химайы ас қасықпен 1 қасық қосып араластырып аламыз. Соды, разлихитель, сосын кейін араластырамыз. Ұнды саламыз. Бұл граниттің специально кекске арналған ұны. Міне қоюлығы болды. Енді аздап көзім өлшермей бетіне сеуге де алып қалыңыздар. Дәніне қосыңыздар. Араластырып аламыз. Бетіне сэндвичін сеуге салсаңыздар болады. Араластырып алғаннан кейін 170 градуста пісіріп аласыздар. 170 градуста саламыз. Кексіміз дайын. Ас босым алмалар өте оңай, тез әрі дәмді.